Келесіде сіздің де балаңыз осында келіп сұхбат берген қаласаңыз, Жұлдыздар Академиясына келсеңіздер, біз сіздерді күтетін боламыз. Келесі жұлдыз сіздің балаңыз болуы мүмкін. Сәлем, бізді көптен күткен көрермен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Біз жолымызды бастаймыз. Сәлем. Сәлеметсіз. Есімің кім? Аяла. Бексұлтан. Нұрай. Нұрсая. Иси. Нұрген. Индира. Мағдәулет. Жасың нешеде? 9-да. 11-демін. Жасым 9-да. 6-да. 13-те. 15-те. Жасым 5-те. Жалпы өтірікті қандай жағдайда айтуға болады? Жақсы жағынан да айтуға болады деп ойлаймын. Бірақ адамға кесір тимейтіндей, осы жағдайға байланысты выбор жоқ болып тұрған кезде айтуға болады деп ойлаймын. Күніне бір рет? Күніне бір рет деп айта алмаймын. Жоқ. Неге? Bir нәрсені білдіріп қойсаң немесе бір нәрсені айта алмай жатсаң, содан шығып. Өзің өтірік айттың ба? Өтірік айтатын жағдайлар болады. Жоқ, болмайды. Неге? Өйткені ол жаман. Өтірікті бір бәлені сындырып қойғанда, қорыққанда айтса болады. Өзің өтірік айтасың ба? Кішкентай кезімде айтқаным болатын еді, қазір айтпаймын енді. Жоқ, болмайды. Неге? Өйткені өтірік айтсаң, жаман боласың. Ялғанды айтуыңа болады. Жалғанды айтуға бола ма? Иә, мен бірақ ұялмаймын. Неге? Болмайды. Өтірікті қандай жағдайда айтуға болады? Жаман кездерде. Өтірік айтуға болмайды, өйткені ертең өтірігің ашылса жаның болады. Қандай жағдайда өтірік айтуға болады? Өтірік айтуға болмайды. Сен өзің мүлдем айтпайсың ба? Айтпаймын. Айтқан кезің болған шығар. Жоқ. Неге болмайды? Рамазан айы ғой. Неге? Өтірік айтсаң не болады Рамазан айында? Кім ұрады? Папа болады. Ораза біткеннен кейін өтірік айта беруге бола ма? Болмайды. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Өйткені ол ораза. Оразадан басқа айта беруге бола ма? Жоқ. Өтірікті қандай жағдайда айтуға болады? Қанша уақыттан кейін жауап бересің? Кәс. Бір досың саған секретті айтсам, оны айтпай тұршы деп өтірік саласың. Мен көп айтпаймын. Көп айтпайсың? Күніне қанша рет айтасың? Күніне 2 рет, 3 ретті. 2 рет, 3 реттен өтірік айтып тұрасың. Ол болады, иә? Жоқ. Неге болмайды? Себебі өтірік айтсаң, ата-анаң ауырып қалады. Өтірікті қандай жағдайда айтуға болады? Өтірікті бір нәрсені білдіріп қойған жағдайда, бір нәрсені істей алмаған жағдайда айтуға болады. Жақсылық үшін өтірік айтуға болады. Мысалы, не болуы мүмкін? Біреудің көңілі үшін. Сен өзің өтірік айтып көрдің бе? Иә. Адамымыз ғой енді. Мысалы, мен келгенімді ешкім білмейді қазір. Қазір білмеймін ма? Бірақ енді қарсы болмайды. Қарсы болмай ма? Иә. Но мама ұрысқан кезде, қорыққан кезде, сол кезде анда-санда өтірік айтып қойған кездер болады. Сондай кездер бола ма? Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Өйткені ол шайтанның ісі. Қандай жағдайда айтуға болады? Мысалы, бір бәле бүлдіріп қойсаң, өтірік айтуға болады. Бойында қандай ерекше өнер бар? Мен өлең оқимын. Оқып берші бізге. Бұл менің анамның тәтесінің жазған өлеңі. Тамшылар. Майда тамшылар ілінбейді. Тек қана жүрек үнсіз дірілдейді. Жаңбырлар нөсер болып қойса дағы, күн шығып көк аспанда күлімдейді. Кетсе де жаңбыр жауып майдаланып, жер бетін түге соғып пайдаланып, күн шығып жан жағына шуақ шашар, барлығыз Аллаға айтан анық. Алла бізге ғұмыр беріп тербетуде, күн жарқырап тұрсыншы жер бетінде, не болса да адамдар майдаланбай, тек қуаныш көрінсін келбетінде. Болашақта кім болғың келеді? Актриса болғым келеді, кейде кондитер болғым келеді. Бірақ басты нем дәрігер болу. Журналист. Журналист болғың келеді, ал журналистер не үшін қызық саған? Өйткені олар бағдарламаларда
телесверлерде түспейді. Сен айтпадың, олар үнемі теледидардан көрінеді, е? Боксшы? Дәрігер болуым керек. Дәрігер? Кішкенде актриса, модель, сондай. Жүргізуші, актер болуым керек. Мықты актриса болып жатсаң, ертең сені жарнамаға шақырсақ. Түсесің бе? Иә. Сен жарнамаға түсуің үшін біз саған қанша ақша беруіміз керек? Сіздер шешесіздер ғой, мен емес. Біз қанша берсек те келе бересің бе? Иә. Жалпы саған ұшатын қанат бітсе, қайда ұшып кеткен болатын едің? Шетелге баратынмын. Шетелге? Иә. Онда не істейтін? Онда елді көретінмін. Әлемді аралайтынмын. Әлемді қай жерлерге барасың? Дубайға. Мен өзім жақындарыма ұшатын едім. Не үшін? Өйткені мен жақындарымды жақсы көремін. Барлық елді көріп келетін едім. Сол қанатшалармен ұшып барлық елді аралап келетін ең, Иә. Осияққа ұшып келетін едім. Біздің Жұлдыздар Академиясына ұшып келетін бе? Иә. Не себепті? Өйткені мен осияқтан жұлдыз атанғым келеді. Осияқта оқығым келеді. Мүлдем ешқайда ұшпайсың ба? Алысқа ұшпайды біз. Мен үстім келмейді. Астанаға, Америкаға ұшып кетемін. Америка неге? Мен оларды көргім келеді өз көзімен. Австралияға. Австралия? Неге? Ну, өзімен айт. Или Германия. Шет елдерге ұшатын едім. Айға ұшып кетемін. Айға неге? Айда жүремін. Қалай? Кәдімгідей. Бұлай. Ана тілім, жүрегімсің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сесізінің керегіне қаламның. Сенің әрбір тынысың мен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім. Егер сені білмесем, сенің арқаң дүниеден сұрықсам, сенің арқаң жүзіп ішем тынықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе? Туған тілім, егер сені ұмытсам, сенің арқаң өзімді өзім түсінсем, ақыл ойым айбатым сен, күшім сен. Қойсын маған күннің нұры түспей-ақ, ана тілім армадақ түсірсем. Ағытатын тасқын ойдың тиегін, өзің ғана сыйынатын киегім. Ризамын отқа жанып сен үшін, көпке айналып кетсін мейлі сүйегім. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден тапты кім? Сенсің менің қуанышым, шаттығым, сенсің менің тазалығым, пәктігім. Ана тілім, алтын ұям құндығым, ақ бесіктен әлдейіңді тыңдадым. Сенің жырың, сенің әнім айтарым, санам сөніп, байланғанша тіл жағым. Сен өзіңді өлең жазып тұрасың ба? Біреуін жазғамын. Оқи аласың ба? Оқи аламын. Сен өзің жазғанды оқышы. Анама ренжіп отырып жазғам. Қандай өлең екен ол? Анама ренжіп отырып жазған. Оқыпшы? Бәрі айтады, оқып үйрен, жазып үйрен. Білім керек өзіңе, оқып үйрен өтінен, білімді боласың бәрінен. Бәрі айтады, оқып үйрен, жазып үйрен. Мектеп сенің екінші үйің, ұстаз сенің екінші анаң, сені туған өзіңнің анаң. Тамаша, өзің жаздың ба? Ой, бәрекелді, Аяла қызымыз өте өнерлі екен. Бай адам дегеніміз бе? Бай адам деген ол екіге бөлінеді деп ойлаймын. Бір жағы дүние, мүлік, екінші жағы ол жан дүниесімен бай адам. Ақшасы көп адам. Ол президент. Президент? Миллионер болып саналады. Ютубқа түсетіндер болып саналады. Не үшін олар? Олар жұмыс істейді, талпынады алдыға. Нұрсұлтан Назарбаев. Қайда білдің сен оны? Енді ол президент. Тоқаевта. Қазір қайсысы президент? Тоқаев бай. Бай? Ол не үшін ақшасы көп?
Ақша жұмыс істеу керек. Ол өзіне байланысты ғой, ақша жинап қойды. Ақшасы көп адам деген кім ол? Бай, Не үшін? білмеймін. Блогер, солай. Солардың ақшасы көп, Бай адам. бай адам. Жалпы ақшаны кімдер ұстайды? Бай адамдар істейді. Машиналары, үйлері, қымбат заттары бар адамдар істейді. Ертең бала шағасын қамын істеп бере алатын, ертеңін ойланбай, арғы дүниеге кетеді, қатты ойланбайтын адам. Ақшасы көп адам деген миллионер немесе. Миллионер? Актерлар. Актерлардың ақшасы көп. Егер киноға түседі, оған киноға түскен адамдар оған ақша береді. Қанша ақша алады примерно? Қалай ойлайсың? Миллион алады. Миллион? Ал енді келмей ойланып жатқан балалар бар. Келсем бе екен, барсам бе екен, бармасам бе екен Жұлдыздар академиясына деп. Оларға қандай кеңес бересің? Барыңдар дегім келеді. Құрметті көрермендер, сіздің де балаңыз осында келіп сұхбат берген қаласаңыз, бізге хабарласыңыздар. Жұлдыздар академиясы жас таланттарды күтеді. Келесі жұлдыз ол сіздің балаңыз.